Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын, балаларға қатты ұнайтын пончики дайындаймыз. Ол үшін бізге сүт, дрожж, қант, ұн, май қажет. Ең алдымен жылы сүтімізді құйып аламыз. Міндетті түрде жылы болуы қажет. Содан кейін дрожж саламыз. Және жұмыртқа, қант, май, соңында ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды белгіленген рецепттен тыс артық қоспаймыз. Соңында аз мөлшерде сұйық майды алып, ыдысымызға және тестамыздың жан-жағына жағып, 30-40 минутқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Шамамен 30 минуттай өтті, тестамыз жақсы көтерілді. Енді осыны жайып, пончики жасайтын боламыз. Егер сіздерде пончик жасайтын құралдарыңыз болса, соның көмегімен, немесе болмаса, мен сияқты жасасаңыздар болады. Мен сіздерге қазір жасап көрсететін боламын. Тестаны жайған кезде қатты жұқа қылдырып жаймаңыздар, шамамен осындай болуы қажет. Менде пончик жасайтын құрал болмағандықтан, осылай қарапайым түрде кесенің көмегімен жасап шықтым. Барлығын осылай жасап болғаннан кейін бетін орамалмен жауып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. 5 минут өткеннен кейін қызып тұрған майға бауырсақ сияқты пісіріп аламыз. Бірақ бауырсақтан бір ерекшелігі, қатты қызып тұрған майға емес, орташа отта пісіресіздер. Енді бізге барлығына жету үшін 2 Қазақстан шоколадты ерітіп, оған аздап сұйық май қосып араластырамыз. Қазақстан шоколадты микроволновкада немесе су буында ерітсеңіздер болады. Енді осы шоколадтыға пончиктарды батырамыз және бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндейсіздер. Менде осындай тортқа арналған тастар болды. Сол тастардың көмегімен пончиктерді сәндеп шықтым. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Ең дәмді, өте жұмсақ болып шығатын пончиктарымыз дайын. Көптеген пончиктар пісірген болатынмын. Ішінде ең ұнаған рецебі осы. Сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Балаларға өте қатты ұнайды. Жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ шығады. Сіздермен болған қымбат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.